Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бүгін пахлава дайындайтын боламыз. Ол үшін сары май, 3 жұмыртқаның сарысы, қаймақ, қант, шымшым тұз, қопсытқыш және ұн қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға барлық заттарды салып араластырып аламыз. Содан соң ұнды 2-ге немесе 3-ке бөліп сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымыз осындай болып шығуы қажет. Содан кейін салфанға орап, тоңазытқышта 15-20 минут шамасында ұстаймыз. Содан кейін қоспасын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге грек жаңғағы қалған 3 жұмыртқаның ағы және қант қажет болады. Ең алдымен грек жаңғағының ішінен осындай әдемілерін теріп аламыз. Содан кейін ақуызымызды осылай қантты аздан қоса отырып миксерлейміз. Міне біздің массамыз осындай формасын ұстауы қажет. Содан кейін грек жаңғағын барлығын блендердан осындай өте ұсақ етіп өткізіп аламыз. Содан кейін ақуызға барлық грек жаңғағын қосып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Келесі сиропты дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге су және бал қажет болады. Суымызды ыдысқа құйып, балды ерігенше кішкене қыздырып аламыз. Ең алдымен 8 бөлікке осылай бөліп алыңыз. Келесі қамырымызды жаюға кірісеміз. Ең астыңғы 2 қатардың ортасына сары майды жаға отырып төсейміз. Содан кейін грек жаңғағынан жасалған массаны жағып, содан кейінгі қатарларға 1 қабат қамырды төсеп, осы реттікті сақтаймыз. Және де ең бетіндегі 2 қатарының ортасына сары май жағып, қоспасын салмай төсейміз. Содан кейін жұмыртқамызды жағып, осындай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Содан кейін осылай жаңғақтармен әсемдеп 15 минутқа 180 градусқа салып аламыз. Міне осылай дайын болған пахлавамыздың ортасын тағы да пышақпен бөліп шығып, үстіне дайын болған сиропты құйып шығамыз. Содан кейін тағы да 180 градусқа 15 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне пахлава дайын болды. Жасап көріңіз, сізге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Өйткені бұл пахлаваның дәмі өте ерекше әрі тойымды. Менің каналыма тіркеліп қойыңыз, алда әлі қызықты, пайдалы видеолармен бөлісетін боламын.